Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Мен Алматы облысы Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дәулетбаева Зүлфия Мұхтар қызымын. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. 4-ші сынып, 1-ші тоқсан, 5-ші апта, 19-ші сабақ. Бүгінгі сабағымызды ребус шешуден бастаймыз. Ендеше ребусты шешейік. Жарайсыңдар балалар. Ребустың шешуі, мәтін және оның түрлері. Балалар, сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Бәрекелді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Сабағымыздың мақсаты мәтін түрлерін бір-бірінен ажыратамыз. Өткенді есімізге түсірейік. Балалар, мәтін деген не? Жалпы мәтін туралы не білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты сөйлемдерден құралады. Мәтіннің атауы тақырып деп аталады. Мәтінге ат қою оның тақырыбы мен негізгі ойының қысқаша атауы. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Мәтін бірнеше бөлімдерден құралады. Әрбір бөлім абзац деп аталады және жаңа жолдан басталып жазылады. Бірінші тапсырма. Берілген мәтінді оқып, тақырыбы мен негізгі ойын анықта және мәтінге ат қойып, көшіріп жазыңдар. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Бейбарыс сұлтан қартайған шағында дала кезіп, серуендеп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс елес болып қалған туған жері елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды. Жусанды екі алақанымен қысып, бетіне басып тұра қалады. Сөйтіп, әлгі бір уыс жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын иіскеп, мауқын басады. Мәтіннің негізгі ойы мен тақырыбын анықтап көрейік. Қалай ойлайсыңдар? Мәтіннің тақырыбы қалай болады? Бәрекелді. Мәтіннің тақырыбы жусан иісі. Ал бұл мәтінде автор не айтқысы келді? Мәтіннің негізгі ойын анықтап көрейікші. Жарайсыңдар. Мәтіннің негізгі ойы бір уыс жусан. Автор бізге Сұлтан Бейбарыстың бір уыс жусанның туған жеріне деген сағынышын басатыны жайлы айтқысы келген. Келесі тапсырма. Сызбаны пайдаланып, мәтіннің түрлері және оның ерекшеліктері туралы айтып көр. Дұрыс айтасыңдар. Мәтіннің 3 түрі болады. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Әңгімелеу мәтінінде қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады. Не, қайда, қашан, қалай болды деген сұрақтарға жауап береді. Сипаттау мәтінінде адамның, жануарлардың, табиғаттың, оқиғаның көріністері сипатталады. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Пайымдау мәтінінде құбылыстың, оқиғаның себептері туралы анық айтылады, түсіндіріледі және дәлелденеді. Неліктен деген сұраққа жауап береді. Келесі тапсырма. Мәтінді оқы және мәтіннің қай түрі екенін анықта. Қаз-жуалар мен жауқазындар. Қаз-жуалар мен жауқазындар көктем мезгілінде даланы сап-сары гүлдерге бөлейді.
Бұл өсімдіктер сабағының жер асты бөлігінде қоректік заттар жинақталған жуашықтары болады. Жер кеуіп, құрғақшылық басталғанда өсімдіктердің жер бетіндегі мүшелері қурап қалады. Ал жуашықтар топырақ арасында құрғақ қалпында келесі көктемге дейін сақталып, қайта көктеп гүлдейді. Осы шырынды жуашықтар тышқан, қосаяқ, саршұнақ сияқты кеміргіштердің таптырмас қорегі. Балалар, оқыған мәтіннің қай түрі деп ойлайсыңдар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл сипаттау мәтіні. Себебі бұл мәтінде қажуалар және жауқазын гүлдері сипатталып, қай деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Келесі тапсырма. Мәтіндерді оқы. Оның түрлерін анықтап, сәйкестендір. Бірінші мәтін. Біздің ауылдың жанынан кішкене өзен ағып өтеді. Жағасы жап-жасыл шөп, жайқалған құрақ, суы жып-жылы, тап-таза, мөп-мөлдір. Екінші мәтін. Әсет пен Әли мектептен келді. Әжесі аулада жүр екен. Көмек керек екенін айтты. Екеуі екі жағынан шығып, әжесіне қолғабыс тигізе бастады. Ауладағы гүлдерге су құйды, арам шөптен тазартты. Үшінші мәтін. Отан отбасынан басталады дейді халық. Себебі отанды сүю өз жанұясын сүюден бастау алады. Сәйкестендіріп болсақ, өзімізді тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы барлықтарында дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Сабақта не білдік? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабақта мәтін және оның түрлерімен таныстық. Сабақта не үйрендік? Әрине, бүгінгі сабақта мәтіннің түрлерін бір-бірінен ажыратуды үйрендік. Балалар, бүгінгі сабақты өте жақсы түсінсеңдер, мен үшін қызықты болды десеңдер, білім шыңының біріншісін. Ал егер сабақты түсіндім, дегенмен әлі де қателесемін десеңдер, екіншісін. Ал тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, үшіншісін таңдаңдар. Бүгінгі сабақты барлықтарында өте жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. 45-ші беттегі 22-ші жаттығуды оқу тапсырмасы ретінде ұсынамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.